Сәлем достар, бүгін шығыс тағамы тапанжи тамағын бірге жасайтын боламыз. Маған тіркеліп, қоңыраушаны басып, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Қазанымызға майымызды құйып аламыз. Майымыз толықтай қызғаннан кейін аздап тұзымызды саламыз да, аз-аздан осындай қылып тауығымызды толықтай салып аламыз. Екі жағы сарғайғанша әдемілеп қуыратын боламыз. Өте тез дайын болады, өте дәмді болады. Кез келген гарнирге әдемі үйлесетін керемет тағам дайындайтын боламыз. Жақсылап қуырып алғаннан кейін бетін жабамыз да пиязымызды, помидорымызды салып қызардыңқырап қуырып аламыз. Жартылай ащы болгарке перецімізден саламыз, картошкамызден саламыз. Шығыс дәмдеуіштер сатылатын жерден тапанжиге арналған дәмдеуіштерден аздап дәмі шықсын деп біраз содан салдым. Енді өздеріңіз қалауларыңыз қандай дәмдеуіш салам десеңіздер де, бірақ осы дәмдеуішпен жасасаңыздар ерекше дәмді болады. Жақсылап салбағаннан кейін біріктіріп, барлығын араластырып қуыратын боламыз. Астын үстіне жақсылап араластырып аламыз да, үстінен суымызды құйып, бұқтырып пісіреміз. Толық піскенін картошкамызды осылай бөліп көреміз. Картошкамыз піскенде уже тамағымыз толық дайын деген сөз. Тамағымыз толық дайын болды. Өте керемет, өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер.